Сәлем құрметті көрермен, мен Дархан. Қазіргі дамыған заманда, барлық нәрсе дамып жатқан заманда, тағамдар да өздерінің даму процестерін көрсетіп жатыр. ГМО деген нәрсе туралы естіген боларсыздар, бұл генетикалық модификацияланған организмдер. Яғни генетикасы өзгерген өсімдік немесе жануар, немесе кез келген жейтін нәрседе бар. Дүкеннен бір нәрсе сатып алған кезде продукттың сыртында ГМО бар немесе жоқ деп жазылып тұрады. Бірақ мен әзірше ГМО бар деген нәрсені көрген жоқпын, мүмкін байқамай қалған шығармын. Енді осы ГМОдан кейбір халық өлердей қорқады. Бұл депопуляция, бұл масондардың істеп жатқаны, бұл қырып жою саясаты, адамдарды қырып атыр деген сияқты бір нәрселерді өздерімен өздері шығарып алады. Бірақ бұл қорқудың қаншалықты негізі бар, қаншалықты орынды. ГМО қаншалықты зиян және не үшін адамдар бұдан өте қатты қорқып қалған. ГМО деген не? Интернеттен іздесек, қазақша іздесек, бұндай нақты ақпараттар таба алмаймыз, беретін дерек көздері аздау. ГМО дегеніміз гені жасанды түрде гендік инженерлермен өзгертілген организмді айтамыз. Өсімдіктер сияқты жануарлардың және микроағзалардың да гені өзгертіле алады. ГМОны айтып жатқан кезде шатыстыру мен шатастырмауымыз керек. ГМО тек қана гендік инженерия арқылы, ғылым арқылы, адам арқылы өзгертіледі. Ал табиғатта миллион жылдар бойы эволюцияланып, гені өзгертілуі бұл ГМОға тіптен қатысы жоқ. ГМО негізінен ғылыми және шаруашылық бағытта қолданыла жасалынады. Және басты процесс трансгендер арқылы жүргізіледі. Трансген басқа бір генмен шатысатын ген. Оны кәдімгі ағзалардан бөліп алуға болады немесе қолдан жасауға болады лабораторияда. Мысалы, бір өсімдік бар делік, жүгеріні алайық. Оны жаздың күндері шегірткелер, құрт-құмырсқалар, қоңыздар жеп кетеді ғой. Осындай зардап болмасын деп жүгерінің геніне шаянның генін енгізеді. Осыдан кейін ешқандай жәндіктер жүгеріні жей алмайды және зардабы да азырақ болады. Шығын құнын азайтамыз. ГМОны жасау процесіне үңілейік. Былайынан этаптарға бөліп көрсетейін. Бірінші кезекте изоляцияланған генді бөліп алу. Одан кейін ол генді басқа бір ағза векторына енгізу, одан кейін ол жасушаларды ағзада пайда болдыру және соңында ГМО пайда болады. Сәтсіз жасалған ГМОларды қайта тексерістен өткізіп, қайта эксперименттен өткізіп, қайтадан осы процесс қайталанады. ГМОны даттайтын жауаптардың таңқаларлығына қарамастан, бұл жауаптар және бұл жауаптарды айтып жатқан кісілер, негізінен ГМО зиян деп жатқан кісілер тек бір жақты қарастырады деп ойлаймын. Тек қана зиян жағын ғана қарайды және соны ғана айтады. Мүмкін олар бүкіл нәрсенің зиянды және онымен қоса жағымды жағын бар екен білмейтін шығар. Бірақ бұл дұрыс емес. ГМОны өте зиян және ГМОға құйылып жатқан инвестициялар шамадан тыс жоғары деп қарау бұл жай ғана тақырыпты байыбына толыққанды түсінбеу деп ойлаймын өз басым. ГМОға қатысты мынадай ғылыми консенсус бар. ГМО кәдімгі тұтынатын өнімдер сияқты ешқандай да зиян емес. Сенгіңіз келсе де келмесе де бұны сізбен бізге расталған 30-40 жыл бойы өз ісінің мамандары болған биолог инженерлер айтып жатыр. ютубта разоблачение түсіретін псевдоблогерлар емес. ГМО не үшін керек? Ең біріншіден әрине экономикалық болсын, басқа да болсын шығын көзін азайту. Мен агроном емеспін, бірақ бір жылдары шегірткелер қаптап кетті делік. Шығын өте көп болады, үлкен әжептәуір шығын болады. Ал ГМОмен өсірілген өсімдіктер шегірткеге жемтік болмай шығынсыз сол жылды аман есен бастан кешеді. ГМО арқылы өнімдерді сақтау мерзімдігін өзгертуге, яғни ұлғайтуға болады. Бұл да пайдалы жақтарының бірі деп ойлаймын. Және тағы да ГМОның арқасында бір жерге егуге болмайтын өнімді біз ол жерге егіп өндіре алатын күшке жете аламыз. Яғни бір тақыр жерде күріш өспейтін болса, гендік инженерлер ол тақырда өсіруге болатындай күрішкенін трансгендерлермен өсіреді. Бұл жер бедері қиын аймақтарда әрине пайдалы. Тақыр жатқан жерден өнім алу кімге болмасын, ол зиян әкелмейді және пайдалы нәрсе. Ал ең басты қызметі популяция өсуде, өте жылдам өсуде. Елестетіңізші, 1800 жылға дейін адамдардың саны 1 миллиардқа өсті. 1 миллиард. Шамамен қазір Үндістан мен Қытайдың халқы одан көп. Айналдырған 200 жылдың ішінде халық саны 1 миллиардтан 7 миллиардқа өсті.
бұл сан әлі де геометриялық прогрессиямен өсіп жатыр және 1800 жылға дейін 1 миллиардтың өзін кей халықтар әрең тамақтандырып келсе, 7 миллиард адамға азық беру үшін шынымен де ойлану керек. Анау мен бар еді ғой, заманауи проблемалар заманауи шешімдер талап етеді деген. Сол мен дәл мына нәрсеге тура келіп тұр. Заманауи шешімдер арқылы ғана біз 7 миллиард халықты тойдырып тамақтандыра аламыз. Қазір шаруашылық бұл ферма емес, қазір үлкен ғылым, неше түрлі сорттармен жұмыс жасау, неше түрлі сорттар өсіру. Сол үшін де болашақтың ең үлкен мамандықтарының бірі агрономдар болады дейді. Мектепті бітірейін деп жатқан түлектер болса, алтын сырға болсын. Гендік инженерия арқылы бұл мәселе шешіледі деп ойлаймын. Қытайдың, Үндістанның, Индонезияның, Американың, Европаның мемлекеттері ғалымдары ГМО туралы өте көп зерттеулер жүргізіп жатыр дәл қазір. Бір шамамен 99% пайдасы туралы айтылатын болуы керек. Өйткені зиянды туралы жазылған еңбектер мүлде жоқ деуге болады. Сіздер мүмкін мына ГМО-ны тұтынатын адамдар сал болып қалады, рак болып қалады, тұқым қалдыра алмай қалады деген сияқты бедеулік деген нәрселер естуіңіз мүмкін. Бірақ мұндай нәрселер әлі кездеспеді. Сол үшін де ғалымдар, Қазақстанның ғалымдары ГМО-ның зияны жоқ деп қарастырады. Тағы да айта кетейін, 1743 еңбек бар екен ГМО жайлы. Олардың почти барлығында ГМО зиян емес деп келтіреді. Тағы да 2012 жылы шыққан Nature деген журналда ГМО-ның көптеген пайдаларын айта кеткен. Мысалы, ГМО арқылы зиянкес шыбын шіркейлерден құтылуға болады. ГМО арқылы пестицидті қолдану мөлшерін 37%-ға дейін азайтуға болады. Діни жаққа келсек, құрметті мұсылман бауырлар, қауым, ГМО халал харамы оның қолданатын геніне байланысты. Халал гендерге ғана рұқсат берілген КМДБ бойынша. Оны халал харам екені сыртында да жазылып тұрады, сондықтан одан проблема болмайды. Католиктік шіркеу ГМО әлемді азықпен қамтамасыз етуде үлкен шешім болатынына келіседі. Ал иудейлерде кошерный деп айтайды ғой өздері. Оларда ГМО тағамның кошерныйлығына әсер келтірмейді. Не дегенмен, мен сізді тек қана ГМО-ның тұтынуыңыз немесе ГМО-ны тұтынбаңыз деп үгіт насихат жүргізіп жатқан жоқпын. Рационалды ойлауды үйреніңіз. Ғылыми еңбектер болса, оларды оқып көріңіз. Соңында түйін жасап, өзіңіз жейсіз ба, жемейсіз ба, өз еркіңіз. Бірақ әлемде азық-түліктің жартысынан көбісі мүмкін ГМО араласқан шығар. Шамамен ГМО-дан қашам деу қиындау. Білмеймін, ГМО-ның зияны туралы нақты дерек жоқ екен, мен де оны тұтынуға қарсы емеспін. Өйткені кезінде ең алғаш вакциналар, антибиотиктер пайда болғанда кей адамдар қатты қорқыпты. Вакцина салдырса жануарға айналып кетеміз деп. Бірақ соңында не болды? Вакцина өте көп ауруды жеңіп, өлім деңгейін рекордтық деңгейге дейін төмендетті. Ал біздің видеомыз соңына жетті. Біздің барлық парақшаларымызға тіркеле кетіңіз. Видео ұнаса лайк, ұнамаса дизлайкыңызды басыңыз. Пікіріңіз болса қалдырыңыз. Барлығын оқимын. Және келесі видеоларда кездескенше.